Халықты зар елеткен зобалаң заманда жетеккендердің бірі Ахан Сұлтанбай Қанайұлы. Ол 1818 жылы Қаратау өңірінде Түркістан жерінде дүниеге келіп, 1881 жылы Қарағанды облысы Шет ауданына қарасты Ақсу Аюлы ауылында өмірден озған. Ақынның өмірі Ресей отаршылдығынан баса көктеп қазақ даласына келген кезеңге дөп түскен. Сондықтан да Ахан халық басына түскен ауыртпашылық пен ауыр күйді өзінің қаламына арқау еткен болатын. Сұлтанбай Қанайұлы зар заман өлеңінде заманның тарлығы мен зарлығын ашық көрсетеді. Өлеңнің мазмұндық желісі сол кездегі қиыншылық кезеңдерді мен кіріптарлық пен қорлықта өмір сүріп жүрген қазақ елінің ауыр тұрмысын жеткізеді. Сұлтанбай Қанайұлы өзінің зар заман өлеңінде тарлығының белгісі бірін жаман малдан түнілген, мұның өзі зар заман деп, сол кездегі адамдардың ниетінің өзгеруін, жаманшылыққа қарай бет алғандығын өзгертетінін анық екенін білдіреді. Заманның азуын, қазақ арасындағы рулық заңның бұзылуын, ар-ұят адамгершіліктің азаюы деп бағалайды. Зарлығының белгісі бір-бірлерін күндеген жай-жайымен жүрмеген. Мұның өзі зар заман деп, ел бірлігінің ыдырауының, ағайын арасындағы алауыздықтың өрши түскенін, елдің бірлік пен ынтымағы әлсірегенін сөз етеді. Қорытындылай келе Сұлтанбай Қанайұлы зар заман өлеңі тек сол кезеңде ғана емес, бізде өмір сүріп жатқан кезеңде де қамтиды. Олай болса жамандықтан жиреніп, жақсылыққа қарай ұмтылайық.